давлением только состоите, да? Какой хотите получить? Екпе салдыру кабинетіне келген зейнеткердің қан қысымы жоғары. Десе де коронавирусқа қарсы екпе салдыруға ниетті. Алдымен вакцинаны отаға салған. Олар аурудан қорғанудың бірден бір жолы вакцина екенін жақсы түсінеді. Жалпы нөмірі бірінші емхананың егу кабинетіне келушілер қарасы көп бүгін. Работаю в корпорации ЕК. Мен Евразиялық энергетикалық корпорациясының шығыс кеңесінде жұмыс жасаймын. Бүгін екпе алуға арнайы келдім. Өзімнің денімнің саулығы мен қорғанысым үшін алғашқы кезеңнен өттім. Енді екінші кезеңге келемін. Бүгін шілденің бірінде Павлодар облысы сары аймаққа енді, яғни аймақта эпидемиологиялық ахуал тұрақсыз. Мұнда тұрғындардың немқұрайлығының да септігі бар. Қауіпсіздікті естен шығарудың соңы орны толмас ауыр салдарға әкелетінін бұқара жақсы біледі. Бүгінде науқастар саны артып келеді. Пандемиядан құлантаза айығудың жалғыз-ақ жолы екпе екенін әлде қашан мойындаған әлем. Қазіргі таңда бізде вакцинаның адам вакцина алғысы келген адам өзі таңдай алады. Мысалға спутник бар, коронавак бар, хаят бар және де казвак бар бізде. Барлығы жеткілікті мөлшерде. Егер вакцина аламын деуші адам болса, күнде поликлиникаға келіп вакцинасын алуға болады. Тұрғындардың денсаулығы үшін екпе егу қажетті шаралар толық іске асқан. Бірінші емхана вакцина салдыруға қажетті 2 екпе бөлімшесін ашқан. Оның біреуі 31-ші шағын аудандағы отбасылық дәрігерлік амбулаториясында болса, екіншісі Ситимол сауда үйінде орналасқан. Мұнан бөлек кәсіпорындардағы қызметкерлер мен ауыл тұрғындарына екпе салу үшін мобильді топ құрылған. Қазіргі таңда біз және де Екібастұздан бөлек ауылды мекемелерге де барамыз. Бізге қарасты. Оның ішінде Қарасол бар, Құдайкөл, Құлакөл, Ақкөл, Зеленая роща дейді. Сол ауылдарға барып, ауылдың адамдарына да вакцина салдырып жатырмыз. С советских времен получаем прививки. Алып қараса кеңес дәуірі кезінде де екпе салдыртқанбыз. Қазір білмеймін. Адамдар дүрлігіп жүр. Жалпы өзім ондай әбігерге салынбаймын. Бүгін міне вакцина салдыруға келдім. Бірінші поликлиникада прививочный пункттардың жұмыс істеу уақыты сағат 8-ден таңертеңгі кешкі 6-ға дейін күнделікті, яғни суббота, воскресенье тағы жұмыс жасайды. 1-ден 2-ге дейін обед.